Ассалаумағалейкум бауырлар, мінекей, 2 күн кешігіп кезекті видео шықты. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, қызыл жазылу тетігін басыңыздар, және де пікір қалдырыңыздар. Ол менің каналымның дамуына көмектеседі. Ал ендеше видео тақырыбын тапқан жеңімпаздар. Ал біз видеоны бастаймыз. Кішкентай балалы ерлі-зайып жұптар болатын. Ұлдары дүниеге келмей тұрып, екеуінің ара қатынастары қиын еді. Бірнеше жылдан кейін үйде бір күн болсын ұрыссыз өтпейтін болды. Ұрыстары күн сайын ауыр, және әрқашан айырылысу жайлы ерегісетін болып кетті. Түбінде ұлдары үшін олар бірге өмір сүруді жалғастырып келді. Бірақ ара қатынастары тым қаһарлы болды. Ұлдары 5 жасқа толған кезде олар тіпті бір-бірлерін жек көріп кетті. Бір күні балдарын ұйқыға жатқызып, ерлі-зайыптылар қайтадан ұрыстарын жалғастырды. Әкесі ашуға мінген соншалық әйелін өлтіріп тастады. Есін жиып, не істегенін түсінген кезде денені жасыруға кірісті. Гаражда тұрған көліктің жүк салғышына салып, түнге жақын таулы жаққа кетті. Әйелінің денесін иығына асылып, жақын жердегі ұйыққа тастап жіберді да, дененің қалай балшық ішіне батып баратқанына қарап тұрды. Таңға таман үйіне оралып душқа түсті. Бірақ қанша жуынғанымен үстіндегі жиіркенішті ұйықтың иісін кетіре алмады. Бірнеше сағат ұйықтап, қайта тұрған кезде, ұлы анасының қайда екендігін сұраған кезде не деп жауап беремін деп ойланды. Ұлына анасы әпкесінің үйіне бірнеше күнге кетті деп жауап беруді шешті. Ұлы оянған кезде анасы жайлы бір сөз айтпастан әкесіне қарап тұрды. Әкесі ұлы ұйықтың иісін сезіп тұр деп ойлады. Жағымсыз ұйықтың иісін кетіруге тырысып, бөлмелерге иіс суды себе бастады. Бірнеше сағат өтті. Кішкентай бала қонақ бөлмеде теледидар көріп отырды. Әкесі уайымдап кетті. Бөлмеге кірген сайын, ұлы бар назарымен түсінбеген көзбен қарай берді. Бұндайдан әкесі одан бетер уайымдап кетті. Ақылға салып, бәлкім ұлым бәрін білетін шығар. Мүмкін анасын өлтіргенімді көрген шығар, деп ойлады. Егер солай болса, демек оны да өлтіруге тура келеді. Теледидар көріп отырған баласының бөлмесіне кіріп, менен бірдеңе сұрағың келе ма? Әкесі сұрады. Бала оған қарай бұрылды да, бірнеше минут ойланып тұрып, «Иә», деп жауап берді. «Бұл сенің анаң жайлы ма?» Әкесі сұрады. «Иә», ұлы жауап берді. «Ойымша оның қайда екендігін білгің келеді?» Әкесі жалғастырды. «Жоқ», ұлы айтты. «Мені қызықтырып тұрғаны, неге анамның түрі сұрланып кеткен? Сосын неге оны азаннан бері иығыңда көтеріп жүрсің?»